Сәлеметсіздер ме балалар, бізде бүгін 51-ші сабақ. Мамандықтың бәрі жақсы және тұрақты сөз тіркестері. Алдымен балалар, біздің каналымызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабақта тұрақты сөз тіркестерін ажыратамыз, олардың мағынасын түсінеміз. Сөйлеу барысында тұрақты тіркестерді қолдануға жаттығамыз. 13-ші жаттығу: өлеңді жатқа жазып, тұрақты сөз тіркесінің астын сыз дейді. Қақпашы: күзетем деп қақпаны, жаны бір жай таппады. Келе жатыр доп қуып, шабуылшы оң жақтағы дейді. Бұл жерде балалар, бізде тұрақты сөз тіркесі жаны бір жай таппады. Астын сызамыз. Үздік шабуылшы тақырыбында радио хабарлама дайында, хабарламада лезде мағынасын беретін тұрақты сөз тіркесін қолдан дейді. Міне балалар, біздер хабарлама дайындадық және лезде мағынасын беретін көзді ашып жұмғанша деген және қас пен көздің арасында деген тұрақты сөз тіркесін қолдандық. Жазып алсаңыздар болады. Келесі 14-ші жаттығу: әр суретке тиесілі сөйлемді оқы. Не байқадың? Сылақшының есімі кім болуы мүмкін дейді. Қараңыздар балалар, Талғат Тасқалаушы дейді. Яғни Т әрпінен басталған есім Т әрпінен басталатын мамандыққа сәйкес келіп тұр. Эдуард электр жөндеуші, Майра мұғалім. Көрдіңіздер ме? Енді сылақшы, яғни С әрпінен басталады. Демек ол адамның аты С-дан басталуы мүмкін. Мысалы біз Сәкен сылақшы деп жаздық. Сіздер Самат деп жазуларыңызға болады, немесе тағы басқа есімді, С-дан басталатын есімді қолданыңыздар. Келесі адам есімінің алғашқы әрпіне сәйкес мамандық атауларын тауып көр дейді. Міне балалар, қараңыздар. Азатқа біз автобус жүргізушісі, Зейінге зоолог, Дастан диспетчер, Тамирис тракторшы, Эльмира энергетик, Хамид химия пәнінің мұғалімі деп жаздық. Келесі 15-ші жаттығу: суретке қара, шаштараз бен баланың арасында қандай әңгіме болуы мүмкін, диалог құрап жаз дейді. Міне балалар, біз шаштараз бен баланың арасында осындай диалог құрастырып жаздық. Оқып шығыңыздар және дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Өзгертетін жерлері немесе қосатын жерлеріңіз болса, өзгертіп қосып жазуларыңызға болады. 16-шы жаттығу: суретке қарап, екі езу екі құлағында дейтін сөз тіркесінің қандай мағына беріп тұрғанын айт және сурет бойынша әңгіме құрастыр дейді. Балалар, екі езу екі құлағында деген қатты қуану дегенді білдіреді, иә? Және сол бойынша біздер шағын әңгіме құрастырдық. Оқып алыңыздар. Дәптерлеріңізге жазып алсаңыздар болады, немесе өз ойларыңыздан құрастырып әңгіме жазсаңыздар болады. Келесі 17-ші жаттығу: қай сөздердің мағынасы дұрыс анықталмаған, тап, ойыңды дәлелде дейді. Міне балалар, бізде түбір және тұрақты сөз тіркестерінің мағынасы анықтамасының орны ауысып кеткен екен. Солардың орнын ауыстырып біз жазып қойдық. Келесі 18-ші жаттығу: шығармашылық үзіліс: әр шарда жазылған сөзге тиесілі тұрақты сөз тіркесін тауып айт дейді. Мысалы, қараңғы, ол көзге түртсе көргісіз деген. Қуану, яғни екі езу екі құлағында, алыста көз ұшында, және тыңдамау, ол құлақ аспау деген мағына білдіреді. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.